Ұлпан Қожан Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжінің 4-ші курс студенті. Қалалық іріктеуден сүрінбей өткен жас бойжеткеннің қуанышында шек жоқ. Бала күнінен суретші болуды армандаған ол сыбайлас жемқорлыққа бой алдырмау мақсатында өз қиялындағы туындысын қағаз бетіне түсірген. Қылқалам шеберінің айтуынша салынған бейненің әрқайсының өзіндік сыры бар екен. Байқауда жеңіске жеткен жас суретші сыбайлас жемқорлық атты қара дақтарды қоғамнан біржолата аластату үшін жұмыла жұмыс жасау керектігін айтты. Плакаттар байқауында бірінші орын алғаны үшін Қожан Ұлпан марапатталады. Бұл плакатта бізге алғашқы талап, ол плакат сөзі қысқа болу керек деді. Мысалы, чистым пространство для будущего деген сөзді таңдадым. Мысалы, біз өз болашағымызға кедергі жасайтын заттарды жоюымыз керек. Соның бірі коррупция болып табылады. Бұл плакатқа қараған кезде негізінде мысалға бір-бірінен ақша алып жатқан, немесе ақша беріп жатқан, немесе ақшаны төгіп жатқан адамдардың бейнелері. Мен оларды анық емес силуэт ретінде алдым, өйткені ол біз үшін қара дақ болашағымыздағы. Және коррупцияның негізгі мәселелерінің бірі тек қана ол неде емес, политиктер ғана емес, дәрігерлер де алып жатады. Сол дәрігерлердің кесірінен де көптеген қиындықтар болады деп осы сурет салдым. Аталмыш шараның мақсаты жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу болып табылмақ. Игі бастаманың өтуіне Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мұрындық болған. Өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде 100-ге жуық плакат, суреттер ілініп тұр. Бұның бәрін жасалып жатқан себебі мінекей осы жастарды осы шараларға қатыстыру. Ал енді бұның жалғасы өзінің орнын Мәскеу қаласында алады, Құдай қаласы. Неге өйтіп айтып отырмын? Өйткені сәйкес Ресей Федерацияның бас прокуратураның бастамасы бойынша Ресейде Мәскеу қаласында 6 мемлекеттің қатысуымен сәйкес конкурстың жеңімпаздардың марапаттауы болады. 100-ге жуық қылқалам шеберлері қатысқан байқаудан 9 өнер туындысы іріктеліп алынған. 14 жастан 35 жасқа дейінгі қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге тақырыбында плакаттар мен бейнелер форматында әлеуметтік жарнамалар әзірлеуі тиіс. Ондағы қоғамның барлық деңгейлерінде, сондай-ақ түрлі салалардағы жемқорлықтың қазіргі заманғы тетіктерін байланыстыра отырып, халықаралық ынтымақтастықтың рөлі мен маңыздылығын көрсетуі қажет. Мысалы ретінде бұған өзінің арнайы сайтта мекен-жайы бар электрондық, соған кез келген адам несін жарияланады, өзінің жаңағы видеоролигі болсын, жаңағы плакат ретінде болсын, өзінің ойын осы плакат арқылы жеткізіп. Бұл жастың аралығы 14 жас пен 35 жас аралығында негізінде конкурсқа қатысатын жаңағы жастың арасы. Ал бұл жерде колледж болғандықтан 14 пен 17 жас аралығында қазір. Бұл халықаралық суретшілер байқауы Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, сонымен қатар Тәжікстан елдер арасында өткізілмек. Аталмыш байқауда 100-ден жүйрік деп танылған жеңімпаздар Мәскеу қаласында өтетін халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күні қарсаңында марапатталатын болады. Мадина Абайқызы, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.